Қайырлы күн, болашақ магистранттар. Біз бүгін магистратура тестінде келген есептерді талдайтын боламыз. Бізде келесі бірінші есеп интеграл берілген. Бұл интегралды шығару үшін ең алдымен берілген жазылайық. Бір азайтылған 3х көбейтілген dx. Енді бұл интегралды шығару үшін біз жаңа айнымал енгіземіз. Яғни 1 минус 3х дегенді қандай да бір t деп алсақ, енді екі жағын дифференциалдаймыз. Сонда минус 3 dx тең dtға. dx өрнекте болатын болсақ, осы жерден dt бөлінген минус 3 шығады екен. Енді осы жаңа айнымал енгізгендерді орнына апарып қоямыз. Сонда мұнда сразу минус 3-тен 1 интеграл сыртына шығарып жіберсек, интеграл 1 минус 3х деп отырғанымыз t-ға тең, ал түбірді біз t-ның 3-тен 1 дәрежесі деп жазып алсақ болады. Және көбейтілген dt. Енді интеграл алатын болсақ, минус 3-тен 1 көбейтілген t-ның дәрежесіне 1 қосылады. Сонда 3-тен 1 қосылған 1 и бөлінген 3-тен 1 қосылған 1 тең, ықшамдайтын болсақ, минус 3-тен 1 көбейтілген бөлімінде бізде 3-тен 4 шығады мұнда, ал мұнда t-ның 3-тен 4 дәрежесі. Мұнда 3 пен 3 қысқарады, сонда бізде қалатыны минус бөлімінде 4, алымында t-ның орнына апарып мынаны қоямыз, 1 минус 3х-ті. Сонда 1 минус 3х-тің 3-тен 4 деген жауап шығады екен. Ондай жауап бізде А жауабы келмейді, Б жауабы келеді. Келесі екінші есеп. Тағы да интеграл берілген. Онда берілген жазайық. dx бөлінген 2 минус 3х квадрат тең. Бұл бізде қандай да бір формула келеді. Яғни интеграл dx бөлінген а квадрат минус х квадрат, ол тең болады бізде 1 бөлінген 2а ln, мұнда бізде а плюс х бөлінген а минус х деген формулаға. Енді оны орнына апарып қою үшін ең алдымен біз мына түрге келтіріп алуымыз керек. Сонда мына жерден ортақ көбейткіш 3-ті жақша сыртына шығаратын болсақ, яғни интегралдың сыртына 3-тен 1 интеграл dx бөлінген 2 бөлінген 3. Біз мынаны түбір астына алып, квадраттап жіберсек, ештеңе өзгермейді. Минус х квадрат. Енді орнына апарып қоятын болсақ, 3-тен 1 көбейтілген 1 бөлінген 2а, 2 көбейтілген аның орнында бізде түбір асты 2 бөлінген түбір асты 3 тұр. Және көбейтілген ln түбір асты 2 бөлінген түбір асты 3 қосылған х, және бөлімінде түбір асты 2 бөлінген түбір асты 3 азайтылған х. Енді ықшамдайтын болсақ, мұнда бізде 3 пен мұнда бізде көбейтіліп кетеді. 6 түбір асты 3, жоқ, 6 түбір асты 2. 6 түбір асты 2, ал алымында бізде түбір асты 3 болады екен. Көбейтілген ln, мұнда ортақ бөлім береміз. Сонда бөлімінде түбір асты 3, ал алымында түбір асты 2 қосылған түбір асты 3 көбейтілген х. Енді бөлімін жасамыз. Түбір асты 2 азайтылған түбір асты 3х бөлінген түбір асты 3. Мұнда бізде түбір асты 3 пен түбір асты 3 жойылып кетеді. Ал мұнда алымында бөлімінде түбір асты 3-ке көбейтіп жіберсек. Сонда 3 бөлінген 6 түбір асты 6 шығады екен. И көбейтілген ln түбір асты 2 қосылған түбір асты 3х бөлінген түбір асты 2 азайтылған түбір асты 3х деген жауап шығады екен. Мұнда біз қысқартып жіберсек, мұнда бізде 2 қалады. Енді осындай жауапты іздеп көрейік. А жауабы келмейді, Б жауабы келмейді, С жауабы келмейді, Д жауабы да келмейді, Е жауабы келеді екен. Келесі үшінші есеп. Тағы да интеграл берілген. Мұнда жазайық. Х квадрат бөлінген 1 қосылған х квадрат көбейтілген dx.
Так, біз мынандай өзгеріс енгізсек, ештеңе өзгермейді, яғни бірді қосып, бірді азайтып жіберсек. Сонда бізде мында бір азайтылған, бір бөлінген, бір қосылған x квадрат деп жазып алсақ болады екен, екі бөлшекке. Сонда интеграл алатын болсақ, мынау бізде x-ға тең, ал мынау бізде бір бөлінген a квадрат қосылған x квадрат, яғни арктангенс x-ға тең. Плюс с. Ондай жауап бізде a келмейді, b келмейді, с келмейді, д жауабында тұр екен. Келесі есеп, ойын сүйегін лақтырған кезде тақ сан шығу ықтималдылығы. Яғни бізде ойын сүйегі деп отырғанымыз қандай да бір текше. Біз оған классикалық формуласын қолданамыз. Ол бізде пи тең n бөлінген m. Яғни керек жағдай бөлінген жалпы жағдай. Бізде текше деп отырамыз қандай да бір кубик. Ал кубиктің бізде негізінен 6 жағы бар. Сонда жалпы жағдай бізде 6 сан бар кубикта. Енді ойын сүйегін лақтырған кезде бізде тақ сан шығу ықтималдылығы. Мұнда теріп жазайық. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Енді бұл жерде бізде тақ сан шығу ықтималдықтары 1 бар, сосын 3 бар және 5. Яғни 3 жағдайы бар. Керек жағдайға 3 жағдайды қоямыз, сонда 3-ке қысқартамыз. 2-ден 1, ол бізде 0,5-ке тең. Ондай жауап бізде е жауабында тұр екен. Келесі 5-ші есеп. Берілген функцияның екінші ретті туындысын табыңыз дейді. Так, сонда бірінші рет туындысын табу үшін бұл бізде күрделі функция, яғни e-нің минус x квадраттан туындыламыз, и көбейтілген дәрежесіндегі функция минус x квадраттан туындылады екенбіз. Сонда e-нің минус x квадрат туындысы ол өзіне тең. e-нің минус x квадрат дәрежесі и көбейтілген минус 2x. Сонда минус 2x көбейтілген e-нің минус x квадрат дәрежесі. Енді екінші рет туындысын табамыз осыдан. Бұл бізде u көбейтілген v-ның туындысы, яғни мынау бізде u-ның орнында тұр, ал мынау бізде v-ның орнында тұр. Сонда минус 2x-ның туындысы минус 2-ге тең, көбейтілген e-нің минус x квадрат дәрежесі қосылған. Мында минус 2x өзі жазылады, минус 2x, и көбейтілген e-нің минус x квадраттың туындысы ол өзіне тең. Және іштегі дәрежесінде функция бар. Минус 2x-қа тең. Сонда шамдаймыз. Минус 2 көбейтілген e-нің минус x квадрат дәрежесі қосылған. Мұнда сразу қосылған деп жаза берейік. E-нің 4x квадрат көбейтілген e-нің минус x квадрат дәрежесі. Енді осы жерден біз e-нің минус 2 көбейтілген e-нің минус x квадрат дәрежесін жақшы сыртына шығаратын болсақ, сонда бізде ішінде қалады 4 2 x квадрат қосылған, азайтылған 1. Так, ондай жауап бізде е жауабында тұр екен. 6-шы есеп, берілген шектің мәнін табыңыз дейді. Яғни бұл шектің мәнін табу үшін біз L'Hopital ережесін қолданады екенбіз. X ұмтылғандағы. Ал L'Hopital ережесі деп отырғанымыз, ол алымынан бөлек туынды, бөлімінен бөлек туынды аламыз. Яғни синус x азайтылған синус a-ның туындысы и бөлінген x минус a-ның туындысы. Сонда лимит x ұмтылғанда a-ға, так, синус x-ның туындысы бізде косинус x-ға тең, ал минус синус a-ның туындысы ол бізде 0-ге тең. Өйткені қандай да бір сан. Енді x-ның туындысы 1-ге тең. Енді апарып a-ны орнына апарып қоятын болсақ x-тің, сонда бізде жауабы косинус a-ға тең болады екен. Ондай жауап бізде с жауабында тұр. Келесі 7-ші есеп, функцияның туындысын табыңыз дейді. Так, мынау бізде u көбейтілген v-ның туындысы.
u-ның туындысы көбейтілген v қосылған u көбейтілген v-ның туындысы деген формуланы қолданамыз. Сонда 2 минус x квадраттың туындысы бізде минус 2x және косинус x бізде өзі жазылады. Сосын қосылған 2 минус x квадрат көбейтілген минус синус x-қа тең екен. Сосын қосылған бізде 2x-ның туындысы 2-ге тең көбейтілген синус x және қосылған 2x көбейтілген косинус x шығады екен. Енді ары қарай ықшамдайтын болсақ, минус 2x көбейтілген косинус x пен 2x көбейтілген косинус x жойылып кетеді. Ал мұнда бізде тек минус 2 синус x қосылған x квадрат көбейтілген синус x және қосылған 2 синус x қалады екен. Енді бұл жерден де бізде минус 2 синус x пен плюс 2 синус x қысқаратын болса, жойылып, бізде қалады x квадрат көбейтілген синус x деген жауап. Ондай жауап бізде А жауабында тұр екен. Келесі 8-ші есеп. Қандай да бір нүктесінен өтетін, m нүктесінен өтетін және осы функцияның түзуіне параллель түзудің теңдеуін жазыңыз дейді. Бізде параллель түзудің теңдеуі мынау x-ің алдында коэффициентті және y-дің алдында коэффициентті және z-дің алдында коэффициентпен бірдей болу керек. Сонда оның бастапқы түрі 2x минус 5y қосылған z және қосылған d деп алады екенбіз. Енді мұнда жазамыз нүктесі, осы нүкте арқылы өту керек 0, 1 және 0. Ол деп отырамыз x0, y0 және z0. Осы 0, 1, 0-ді апарып функцияға қоямыз. Сонда 2 көбейтілген 0 минус 5 көбейтілген 1 қосылған 0 көбейтілген 1 көбейтілген 0 қосылған d. Сонда бізде 0-ге тең, d тең болады екен бізде 6 деп 5-ке. Сонда параллель түзудің жалпы түрі бізде 2x минус 5y қосылған z және қосылған 5 деген жауап шығады екен. Енді бізде дәл бұндай жауап жоқ жауапта. Сондықтан біз екі жағында минус 1-ге көбейтіп жіберсек. Сонда минус 2x плюс 5y минус z және минус 5 тең 0 деген жауап шығады екен. Ондай жауап бізде Е жауабында тұр. Келесі 9-ші есеп. Қандай да бір интегралды мәнін табыңыз дейді. Бұл интегралды шығару үшін бізде тангенс, синус, косинус, котангенс дегендердің негізі дайын формуласы бар интеграл табуға арналған. Мен мұнда тангенсті жазып қояйын. Интеграл тангенс n дәрежелі x көбейтілген dx-тің интегралы. Так, ол бізде 1 бөлінген n-1 көбейтілген тангенс n-1 x азайтылған интеграл тангенс n-2 x көбейтілген dx-қа тең екен. Осы дайын формула апарып қоятын болсақ, сонда бізде n-нің орнында 3 тұр. 1 бөлінген 2 көбейтілген тангенс квадрат x азайтылған тангенс x-тің интегралы. Сонда 2-ден тангенс квадрат x азайтылған тангенс x интеграл бізде минус ln косинус x. Сонда бұнда бізде плюс болып кетеді. Плюс ln косинус x қосылған с деген жауап шығады екен. Ондай жауап бізде А жауабында тұр. Келесі есеп, берілген қатардың қосындысын табыңыз дейді. Бұл қатардың қосындысын табу үшін біз бірінші берілген жазамыз. 1 бөлінген n көбейтілген n плюс 1. Енді бұны 2 бөлшекке бөліп жазуымыз керек. Яғни А бөлінген n қосылған b бөлінген n плюс 1. Енді теңдіктің екі жағында біз n көбейтілген n плюс 1-ге көбейтетін болсақ, бұнда бізде 1 қалады. Және a n плюс a қосылған bn шығады екен. Енді n-дары барларды бөлек жинастырамыз. Ол бізде a қосылған b тең 0-ге. Енді мына бос мүшелерді жинақтаймыз. Сонда a тең бізде 1-ге. a тең 1-ге тең болса,
онда бізде b бізде минус 1-ге тең болады. Енді осыны апарып орнына қоямыз. Бірінші мыналарды жазып алайық. Так, 1 бөлінген n қосылған, мұнда минус болады екен, минус 1 бөлінген n плюс 1. Сонда қатарымыз мына түрде болады екен. 1 азайтылған 1 бөлінген 2 плюс 1 бөлінген 2 азайтылған 1 бөлінген 3 қосылған 1 бөлінген 3 азайтылған 1 бөлінген 4. Сосын былай кете береді. И соңында мынаның өзін жазып қоямыз. n-нан 1 азайтылған 1 бөлінген n плюс 1. Сонда қарап тұрсақ, мына қатарда барлығы 2-ден 1 мен 2-ден 1 кетеді. Минус 3-тен 1 мен 3-тен 1 кетеді. И соңғы минус 4-тен 1 мен n 1 бөлінген n кетеді. Сонда соңғы қалғанын біз шексіздікке ұмтылдырамыз. Сонда лимит n ұмтылғанда шексіздікке 1 азайтылған 1 бөлінген n плюс 1. Сонда ортақ бөлімі n ұмтылғанда шексіздікке n плюс 1, мұнда n плюс 1-ді береміз, и минус 1. Сонда бұл шектің мәні бізде 1-ге тең болады екен. Сонда жауабы бізде С. Келесі есеп бізде матрица берілген, яғни үштік матрица. Бұл үштік матрицаны біз үшбұрыш әдісімен шығарамыз. Сонда 3 көбейтілген 1 көбейтілген минус 2, оған қосамыз минус 2 көбейтілген 3 көбейтілген 2, и қосылған минус 2 көбейтілген 0 көбейтілген 1. Азайтамыз 1 көбейтілген 1 көбейтілген 2, оған қосамыз минус 2 көбейтілген минус 2 көбейтілген минус 2, және оған қосамыз біз 3 көбейтілген 3 көбейтілген 0. Енді ықшамдайтын болсақ, минус 6 болады. Ал мұнда бізде минус 12, мұнда 0 шығады екен бізде, плюс 0. Емесе минус 0, жазбай қойсақ та болады. Так, минус 2, сосын бізде плюс 8. Енді ықшамдайтын болсақ, минус 18, так, плюс 6, тең минус 12 деген жауап шығады екен. Ондай жауап бізде С жауабында тұр. Келесі есеп, берілген матрицаның квадратын есептеңіз дейді. Квадратын есептеген кезде біз мына бірінші жазып қояйық. 1, 2, минус 1, 3. Квадратын есептеңіздер деген кезде мұндай квадрат қойып, әрбіреуін квадраттап жібермейміз. Яғни ол қате болып шығады. Ал квадраттан кезде өз-өзіне көбейтеміз. Сонда 1, минус 1, 2, 3. Яғни мына жолмен мына бағанды көбейтеміз. Осылайынан кезек-кезек. Сонда 1 көбейтілген 1 қосылған 2 көбейтілген минус 1. Енді келесі. Минус 1 көбейтілген 2, оған қосамыз 3 көбейтілген 3-ті. Енді келесі екіншісін жазамыз. Минус 1 көбейтілген 1 қосамыз 3 көбейтілген минус 1-ті. Енді келесі минус 1 көбейтілген 2, оған қосамыз 3 көбейтілген 3-ті. Бір тексер алайық. 1-ді 1-ге көбейттік. 2-ні минус 1-ге көбейттік, дұрыс. Сосын 1-ді 2-ге көбейтеміз. Так, мұндайға тек етіп қалды бізде. Так, 1 көбейтілген 2 қосылған 2 көбейтілген 3. Енді есептейтін болсақ, бұнда бізде 1 азайтылған 2 минус 1, минус 1, минус 3, минус 4, 1-ді 2-ге өтеміз 2, 6, 8, и мұнда минус 2, плюс 9, ол бізде 7 шығады екен. Сонда бізде бұндай жауап А жауап емес, Б жауап емес, С жауабы да емес, минус 1, минус 4, 7, 8, 7. Дұрыс, Д жауабы болады екен. Келесі берілген матрица берілген, оның А12 алгебралық толықтауышын есептеңіз дейді. Енді алгебралық толықтауышын есептеу үшін біз
минус 1-дің, мына 1 мен 2-ні қосамыз, мына жердегі 12. 1 қосылған 2 көбейтілген минор 12. Енді минус 1-дің 3 дәрежесі көбейтілген минор 12 дегеніміз, яғни мына бірінші жолмен екінші бағанды алып тастаймыз. Сонда біз соның қалған жазамыз. 4, 1, 6, 0. Мұнда минус 1 көбейтілген 4 көбейтілген 0 азайтылған 1 көбейтілген 6. Сонда бізде жауабы плюс 6 шығады екен. Ондай жауап бізде А жауабында тұр. Келесі берілген функциясы үшін бірінші рет туындысын нөлге теңестіріп, теңдеуінің шешімін табыңыз дейді. Так, бірінші біз берілген функциядан туындалатын болсақ, дәрежесі алдына түседі және дәрежесінен 1 азайтылады. Сонда 3х квадрат бөлінген 3 қосылған 2х бөлінген 2 азайтылған 2. Мұнда 3 пен 3 жойылып кетеді, қысқарып, 2 мен 2 қысқарады. Сонда қалатыны бізде х квадрат плюс х минус 2. Енді осыны апарып нөлге теңестіретін болсақ, бұл бізде қарапайым квадрат теңдеу шықты. Сонда дискриминант бізде 1 азайтылған 4 көбейтілген минус 2, ол бізде 9-ға тең. Сонда x1 мен x2-нің жауабы минус 1 плюс минус 3 бөлінген 2. Бірінші қосу есептейтін болсақ, бізде 1, азайту есептейтін болсақ, минус 2 деген 2 жауап шығады екен. 1 мен минус 2. Ол бізде С жауабы болады екен. Келесі берілген матрицаның М21 минорын табыңыз дейді. Так, М21 миноры ол тең болады бізде 2 мен 1 дейді. Біріншісі сол бізде жолы, екіншісі бізде баған. Яғни екінші жолмен бірінші бағанды сызып тастаймыз. Енді қалғанын жазамыз сонда. Екілік матрица 2, 3, 2, 4. Осыны есептейтін болсақ, 8 азайтылған 2 көбейтілген 3, ол бізде 2-ге тең болады екен. Яғни Е жауабы. Келесі берілген екі матрицаның айырымын табыңдар дейді. Енді бір-бірін азайта саламыз. С азайтылғанды тең болады екен бізде. 7 азайтылған минус 1, 1 азайтылған 0, 2 азайтылған 1, 1 азайтылған 3, 3 азайтылған 8, минус 3 азайтылған минус 2. Сонда бізде шығатыны 8, 1, 1, минус 2, онда минус 5 және плюс минус 1 шығады екен. Ондай жауап бізде 8, 1, минус 5, 1, минус 2, минус 1. Яғни А жауабы болады екен. Келесі берілген теңдеулер жүйесін шеш дейді. Мұндай теңдеулер жүйесін біз негізінен матрица арқылы шығарсақ болады. Бірақ одан оңай тәсілі бар, яғни жауаппен шығара саламыз. Мысалы, біріншісі бізде 2, 1, 2, яғни x, y, z-тің мәні. Біріншісін апарып қоятын болсақ, 2 көбейтілген 2 азайтылған 3 көбейтілген 1 қосылған 2. 4, мұнда бізде 6 минус 2 шығады екен. Яғни А жауабы келмейді. Минус 2 деп қате жазып қойып, 4 минус 3 қосылған 2, ол бізде сонда 3 шығады екен. Яғни А жауабы келмейді. Енді бір жауабын тексерсек. 2 көбейтілген 2 азайтылған 3 көбейтілген минус 1 қосылған 1. Бұл жерден бізде 4 қосылған 3 қосылған 1, ол тең болады екен бізде 8-ге. Енді мына екіншісін көрейік. Сонда 5 көбейтілген 2 азайтылған қосылған 1 және азайтылған 1. 5, 2, 10. Мына екеуі жойылып кетеді. Сонда бізде 10 деген жауап шығады екен. Үшіншісіне қойып көре салайық. 2 азайтылған 3 қосылған 4. Минус 1 плюс 4, ол бізде 3 шығады екен. Яғни екінші жауабы келіп тұр. Б жауабы. Келесі А және Б векторлары берілген және М-нің қандай мәнде ортогонал болады дейді. Ортогонал немесе перпендикуляр деп келетін болса есептерде біз оның скаляр көбейтіндісін тауып, соны нөлге теңестіреміз. Ол бізде қалай есептеледі сонда? 5 көбейтілген М қосылған минус 2 көбейтілген 4 қосылған М көбейтілген минус 1 және қосылған 3 көбейтілген 8 тең 0-ге.
Сонда мында бізде 5m минус 8 минус m қосылған 24 тең 0. 4m тең минус 8 плюс 24. Так, 10 плюс 16, мында ол бізде минус 16. Сонда m-нің мәні бізде минус 4-ке тең болады екен. Яғни Б жауабы. Келесі 19-шы есеп. Өрнекті ықшамдаңыз дейді. Так, ықшамдайтын болсақ, А векторы тең. Мында сразу көбейтіп жіберейік. Так, біз мына бір бөлікті С векторы, мына бір бөлікті Д вектор деп алсақ. Сонда бұл екеуінің көбейтіндісін біз векторлық көбейтінді арқылы шығаратын боламыз. С вектор мен Д векторының көбейтіндісі. Векторлық көбейтінді, яғни матрицамен, үштік матрицамен. Мында И, Ж, К деп белгілейміз. Сосын бізде С векторының координаталары 2, минус 3, 4. Ал Д векторының координаталары бізде 1, минус 2 және 0. Енді көбейтетін болсақ, И көбейтілген минус 3, көбейтілген 0. Оған қосамыз 1 көбейтілген 4 көбейтілген G. Және оған қосамыз 2 көбейтілген минус 2 көбейтілген К. Одан азайтамыз К көбейтілген минус 3 көбейтілген 1-ді. Енді оған қосамыз 2 көбейтілген G көбейтілген 0-ді. Оған қосады екенбіз минус 2 көбейтілген 4 көбейтілген И-ді. Сонда ықшамдайтын болсақ, бізде мынау 0-ге тең болып кетті. 4G азайтылған 4К минус, так, плюс бізде 3К. Мынау 0 болып кетеді, ал мында бізде плюс 8И болады екен. Сонда 8И қосылған 4G азайтылған К болады екен. Енді осыны апарып мына жерге қоямыз. Сонда так, 8И қосылған 4G азайтылған К азайтылған 3И азайтылған 4G. Мұнда бізде 4G мен 4G жауап кетеді. 8-ден 3 азайтамыз 5И азайтылған К деген жауап шығады екен. Ондай жауап бізде Д жауабында тұр. Келесі 20-шы есеп. А, Б, С берілген төбелері арқылы үшбұрыштың ауданын есептеңіз дейді. Бұны біз векторлық көбейтінді арқылы шығаратын боламыз. Яғни үшбұрыштың ауданы біз 2-ден 1 И көбейтеміз АБ векторын АС векторына. Ең алдымен АБ векторын тауып алайық. АБ векторы тең. Так, 3-тен азайтамыз біз 5-ті. 1-ден азайтамыз 2-ні. Сосын минус 2-ден азайтамыз минус 1-ді. Сонда минус 2, минус 1 және минус 1 шығады екен. Келесі АС векторын есептейміз. Так, АС векторын есептейтін болсақ, 4 азайтылған 5, минус 2 азайтылған минус 2 азайтылған минус 2, сосын 2 қосылған 1. Сонда АС векторының координаталары бізде минус 1, минус 4 және 3 болады екен. Енді мына формулаға апарып саламыз. S тең 2-ден 1 көбейтілген. Так, мұнда біз И, Ж, К минус 2, минус 1, минус 1, сосын минус 1, минус 4 және 3 болады екен. Үшбұрыштар әдісімен шығаратын болсақ, И көбейтілген минус 1 көбейтілген 3, қосамыз оған Ж көбейтілген минус 1-ді және көбейтілген минус 1. Оған қосады екенбіз минус 2 көбейтілген минус 4 көбейтілген К. Енді осыдан азайтамыз. К көбейтілген минус 1 көбейтілген минус 1 қосылған минус 2 көбейтілген G көбейтілген 3. Оған қосамыз минус 4 көбейтілген минус 1 көбейтілген И. Так, ықшамдайтын болсақ,
Так, минус 3i, сосын плюс g, сосын плюс 8k, азайтылған k, және қосылған 6g, және қосылған, азайтылған 4i болады екен. Сонда 3i мен 4i бізде минус 7i, қосылған 7g, және қосылған 7k болады екен. Так, енді ары қарай есептейтін болсақ, аудан s тең 2-ден 1 көбейтілген түбір астында минус 7-нің квадраты, қосылған 7-нің квадраты, қосылған 7-нің квадраты. Сонда 2-ден 1 көбейтілген түбір астында 147 деген жауап шығады екен. Ондай жауап бізде е жауабында тұр. Келесі 21-ші есеп. Бізде екі функция берілген. Осы екі теңдеу берілген. Осы екі теңдеудің жазықтықтарының арасындағы бұрышты табыңыз дейді. Ең алдымен біз бұның нормаль векторлерін тауып алуымыз керек. Так, біріншісінің нормаль векторының координаталары бізде 1, минус түбір асты 2, және 1-ге тең. Екінші теңдеудің нормаль векторы ол бізде 1, түбір асты 2, және минус 1-ге тең болады екен. Енді екі жазықтықтардың арасындағы бұрыш ол бізде косинус фимен есептеледі. Оның формуласы бізде модуль ішінде бірінші нормаль вектор көбейтілген модуль ішінде екінші нормаль вектор и бөлінген жоқ формуласы. Бірінші нормаль вектор мен екінші нормаль вектордың көбейтіндісі бөлінген осылардың жеке-жеке модульдары. Көбейтілген. Енді апарып орнына қоятын болсақ, косинус фи тең болады бізде. Үстінгісі бізде скаляр көбейтінді негізінен. Сонда 1 көбейтілген 1, оған қосамыз минус түбір асты 2, көбейтілген түбір асты 2, және қосылған 1 көбейтілген минус 1. Ал астында тұрған ол бізде ұзындықтары. Яғни 1-дің квадраты қосылған минус түбір асты 2-нің квадраты қосылған 1-дің квадраты. Екінші түбір 1-дің квадратын қосамыз түбір асты 2-нің квадратына, және қосамыз минус 1-дің квадратына. Енді ықшамдайтын болсақ, алымы бізде 1, азайтылған 2, және азайтылған 1 болады екен. Бөлімі мұнда модуль бар. Бөлімі бізде түбір астында 2, 1, 4. И мұнда көбейтілген тағы да түбір асты 4 шығады екен. Сонда мына жерден бізде 2 бөлінген 2 көбейтілген 2. 2 мен 2 қысқарады. Сонда 2-ден 1 деген жауап бізде шығады екен. Ондай жауап бізде С жауабында тұр. Келесі 22-ші есеп. Бізде екі параллельді жазықтықтардың арақашықтығын табыңыз дейді. Так. Енді екі параллельдің жазықтықтардың арақашықтығы бізде мына формуламен есептеледі. Модуль ішінде d1 азайтылған d2 и бөлінген түбір астында a-ның квадраты қосылған b-ның квадраты қосылған c-ның квадраты. Мұндағы abc деп отырғанымыз ол x-тің, y-тің, z-тің алдында тұрған коэффициенттер. Сонда бізде a тең 2-ге, b тең минус 1-ге, c тең бізде 4-ге. Ал d1-іміз бізде минус 7-ге тең, d2-іміз минус 11-ге тең екен. Енді осы формулаға апарып қоятын болсақ, модуль ішінде d1-іміз минус 7, одан азайтамыз минус 11-ді. Бөлінген
2-нің квадраты қосылған минус 1-дің квадраты қосылған 4-тің квадраты. Сонда мына жерден бізде плюс 4 шығады екен. Ал бөлімінде түбір астында 2-нің квадраты 4, 4-ке 1-ді қосамыз 5, 5-ке 16 қосамыз 21. 4 бөлінген түбір асты 21 деген жауап шығады екен. Яғни Б жауабы. Келесі 23-ші есеп. А және Б нүктелері арқылы өтетін түзудің бұрыштық коэффициентін табу керек дейді. Яғни y тең kx қосылған b деген теңдеуін құрып алуымыз керек. Ол үшін біз мына формуланы қолданамыз. X азайтылған x1 бөлінген x2 азайтылған x1 тең y азайтылған y1 бөлінген y2 азайтылған y1-ді. Сонда бізде x азайтылған x1 деп отырғанымыз мында 4, бөлімде x2 деп отырғанымыз минус 1, азайтамыз x1 ол 4-ке тең. Сонда y азайтылған y1 деп отырғанымыз мына 6-ға тең. Y азайтылған 6 бөлінген минус 4 және азайтылған 6. Енді ары қарай бізде пропорция. Сонда x минус 4 көбейтілген минус 10 тең болады бізде минус 5 көбейтілген y минус 6. Енді екі жағында біз минус 5-ке бөлжерсек 2x минус 8 тең болады екен бізде y минус 6-ға. Сонда y тең 2x минус 8 қосылған 6 және y тең 2x минус 2 шығады екен. Яғни бізде бұрыштық коэффициент деп отырғанымыз ол мына 2. Сонда k тең 2-ге, ондай жауап бізде А жауабында тұр екен. Келесі 24-ші есеп. Берілген функциясының минус 1 және 2 кесіндісінде ең кіші мәнін табыңыз дейді. Ең алдымен біз мына функциядан туынды аламыз. Оның туындысы бізде 3x квадрат азайтылған 12x, ал 1-дің туындысы бізде 0-ге тең. Енді осы туындыны 0-ге теңестіреміз. 12x тең 0-ге. Сонда бізде 3x жақша сыртына шығаратын болсақ, мына жерде x азайтылған 4 қалады екен. Сонда x біріміз кризистік нүктелеріміз біріншісі 0-ге тең, ал екіншісі бізде 4-ке тең екен. Кризистік нүктелерді таптық. Енді бізде осы кризистік нүктелер мына аралыққа кіру керек. Қарап тұрсақ бізде 0 осы аралыққа кіреді, ал 4-іміз бізде кірмейді екен. Яғни біз 4-ті алмаймыз. Сонда біріншісі, енді осы берілген кризистік нүктелерді бастапқы функцияға барып қоямыз. Сонда 0-ді қоятын болсақ, 0-дің кубы минус 6 көбейтілген 0-дің квадраты қосылған 1. Ол жерден бізде 1 шығады екен. Келесі минус 1-ді қоямыз. Минус 1-ді қоятын болсақ, минус 1-дің кубы азайтылған 6 көбейтілген минус 1-дің квадраты қосылған 1. Минус 1, минус 6 плюс 1. Ол тең болады екен бізде минус 6. Енді келесі соңғы 2-ні қойып есептейтін болсақ, 2-нің кубы бізде 8, минус 6 көбейтілген 4 қосылған 1. 8 азайтылған, мұнда бізде 24, 23, ол тең болады екен бізде минус 15-ке. Енді осы жерден біз ең кіші мәнді таңдаймыз. Бізде ең кіші мән минус 15 болып табылады екен. Сонда жауабы бізде А болады. Келесі 25-ші есеп. Берілген сызықтық біртекті дифференциалдық теңдеудің жалпы шешімін табыңыз дейді. Бұл сызықты дифференциалдық теңдеудің шешімін табу үшін біз ең алдымен сипаттамалық теңдеу түріне келтіріп алады екенбіз. Яғни y-тің екінші рет туындысын біз лямбда квадрат деп аламыз. Y-тің бірінші рет туындысын лямбда, ал y-тің өзін біз 1 деп алады екенбіз. Сонда орнына барып қоятын болсақ, лямбда квадрат минус 6 лямбда қосылған 13 деген сипаттамалық теңдеу шығады екен. Енді қарап тұрсақ, бұл бізде қарапайым квадраттық теңдеу. Біз оны дискриминантпен шығаратын болсақ, 36 азайтылған 4 көбейтілген 13. 4 13 көбейтетін болсақ, 40, 52. 36 азайтылған 52. Сонда бізде шығады мында минус 16.
Енді лямбда 1 мен лямбда 2-нің мәнін тауып алсақ, 6 плюс минус 4 и болады мұнда. И бөлінген 2. Сонда 2-ге бөліп жіберетін болсақ, 3 плюс минус 2 и. Енді мына жердегі 3 деп отырғанымыз нақты бөлік, ал 2 деп отырғанымыз ол жорамал бөлік. Бұның жалпы шешімінің негізгі формуласы бар. Ол бізде e-нің альфа x дәрежесі жақша ішінде s1 көбейтілген косинус бета x қосылған s2 көбейтілген синус бета x деген. Мына жерде бізде альфаның орнында 3 тұр, ал бетаның орнында бізде 2 тұр. Сонда апарып қоятын болсақ, жалпы формуласына e-нің 3x дәрежесі көбейтілген жақша ішінде s1 көбейтілген косинус 2x қосылған s2 көбейтілген синус 2x деген жалпы шешім шығады екен. Енді осы жалпы шешімді іздейік. Так, А жауабы келмейді, Б жауабы келмейді, бізде С жауабы да келмейді. Яғни Т жауабы келеді екен. Келесі 26-шы есеп. Дифференциалдық теңдеудің жалпы шешімін табыңыз дейді. Мынау бізде айнымалысы ажыратылатын дифференциалдық теңдеу. Яғни 2x минус 3 көбейтілген dy, мынау y квадрат dx-ті теңдіктің оң жағына жібереміз. Яғни минус y квадрат dx. Енді қарап тұрсақ, мына жерде бізде dy-ға ұқсас функция тұру керек алдында. 2x минус 3 артық бізде, ал мында dx-ға ұқсас өрнек тұру керек, y квадрат бізде артық. Сондықтан аламызда көбейтіп жібереміз. 1 бөлінген 2x минус 3-ке көбейтеміз, және y квадратқа көбейтеміз. Минус y квадратқа. Сонда бізде мұнда минус dy бөлінген y квадрат қалады екен, ал мұнда dx бөлінген 2x минус 3 қалады. Айнымаларын ажыраттық, енді екі жағында интегралдай берсек болады. Бізде 1 бөлінген y квадраттың интегралы минус 1 бөлінген y шығады. Яғни минус пен минус плюс болады. 1 бөлінген y тең болады бізде dx бөлінген 2x, мұны бөлік есептеп алсақ, dx бөлінген 2x минус 3. Так, жаңа айнымал енгіземіз. 2x минус 3-ті қандай да бір t деп алсақ, енді екі жағында дифференциалдаймыз. Сонда 2 dx тең dt-ға, dx деп отырғанымыз dt бөлінген 2-ге тең екен. Енді орнына апарып қоятын болсақ, dx деп отырғанымыз dt бөлінген 2-ге тең. Яғни 2-ден 1-ді алдына шығарып жібереміз. Сонда dt бөлінген 2x минус 3 деп отырғанымыз t-ға тең. Сонда 2-ден 1 ln t. Енді t-ның орнына апарып бастапқы мәнін қоятын болсақ, 2-ден 1 ln 2x минус 3 деген жауап шығады екен. Енді орнына апарып қоямыз. Сонда мұнда бізде плюссы 2-ден 1 ln 2x минус 3. Енді y-тан 1 бөлінген y-ті теңдіктің оң жағына жіберетін болсақ, с тең 2-ден 1 ln 2x минус 3 азайтылған y-тан 1 деген жауап шығады екен. Так, ондай жауап бізде А жауабы емес, Б жауабы емес, так, С жауабы болады екен. Келесі 27-ші есеп. Тиынды 5 рет лақтырғанда керіп жағының 2-ден көп емес түсуінің ықтималдылығын табыңыз дейді. Так, біз бұнда ықтималдықтың классикалық формуласын қолданамыз дағы. N бөлінген N бөлінген M. Енді ары қарай біз оны шығару үшін Бернулли формуласын немесе комбинаториканың теру санын қолдансақ болады. Яғни бізде 2-ден көп емес түсу керек. Бірінші 0 рет түсуі бар. Сонда теруімен ол бізде 5 рет лақтырған кезде 5-тен 0. Яғни 5-тің факториалы бөлінген 5-тің факториалы. Ол тең болады бізде 1-ге. Енді тағы 1 рет лақтырғанда 1 рет ол бізде 5-тен 1-ге тең. 5-тің факториалы бөлінген 5-тің факториалы көбейтілген 4-тің факториалы. 5-тің факториалы бөлінген 4-тің факториалы ол тең болады екен бізде 4-тің факториалы көбейтілген 5 бөлінген 4-тің факториалы. 4-тің факториалы мен 4-тің факториалы қысқарады. Сонда бізде 5 қалады. Келесі 2 рет. Енді 2 реттен кейін біз тоқтаймыз.
Так, s бізде 5 рет лақтырды. 5-еуінің ішінен 2 рет түсуі. Сонда 5 факториал бөлінген. Так, мұнда бізде 2-нің факториалы көбейтілген 3-нің факториалы. Сонда 3-нің факториалы көбейтілген 4 көбейтілген 5 и бөлінген 2 көбейтілген 3-нің факториалы. 3-нің факториалы мен 3-нің факториалы қысқарады. Сонда бізде мұнда 20 бөлінген 2 тең болады екен бізде 10-ға. Яғни мына үшеуі бізде керек жағдай. Яғни n. Енді келесі біз жалпы жағдайды табуымыз керек. Яғни m-ді. M-ді табу үшін бізде ол 5 рет ақылғандықтан барлық мүмкін нәтижелер саны, сонда бізде m тең болады екен 2-нің 5 дәрежесі. Сонда формулаға барып қоятын болсақ, так, мұнда керек жағдай жазсақ, яғни керек жағдай жазған кезде мына үшеуін қосамыз. 1 қосылған 5 қосылған 10. Сонда ол бізде керек жағдай 16. 16-ны бөлеміз 2-нің 5 дәрежесі бізде 32-ге тең. Сонда бұндай жауап бізде е жауабында тұр екен. Так, келесі 28-ші есеп. Барлық 20 техниканың екеуі жарамсыз. Осы 20 техника ішінен 5-еуі таңдап алынды. Таңдап алған 5 техниканың барлық жарамды болу ықтималдылығын табыңыз дейді. Так, пи тең n бөлінген m. Енді қарасақ, бізде барлық 20 техника бар. 20 техника. Енді оның жарамдысы бізде 18. Яғни 20-дан 2-ні азайттық. Өйткені бізде екеуі жарамсыз болып тұр. Жарамсызы ол бізде 2-ге тең. 18 жарамды, 2-сі жарамсыз. Енді мұнда тағы теру формуласын қолданамыз. Таңдап алу. Яғни бізде жалпы 20 техника бар. 20 техникадан бізде 5-еу таңдап алынды. Енді керек жағдай. Керек жағдай бізде жарамды техника болу керек. Ал жарамды техника бізде жалпылама 18 дал. Бұнда 18-ді қоямыз. Сосын 18-дің ішінен жарамды 5 техника алынды. Енді осыны ары қарай шамдайтын болсақ, есептеп. Так, 8-дің факториалы бөлінген 3 факториал көбейтілген 5 факториал. Және бөлінген 20-ның факториалы бөлінген 5 факториал көбейтілген 15 факториал. Енді ашып жазайық. 5 факториал көбейтілген 6 көбейтілген 7 көбейтілген 8 бөлінген 2 көбейтілген 3 көбейтілген 5 факториал. Мұнда көбейтіп орындарын ауыстырып жүретін болсақ, так, алымен бөлімінің сонда 5-тің факториалы. 5-тің факториалын ашып жазайық. Көбейтілген бөлшек 1 көбейтілген 2 көбейтілген 3 көбейтілген 4 көбейтілген 5 көбейтілген 15-тің факториал. Сосын бөлінген 15-тің факториал көбейтілген 16 көбейтілген 17 көбейтілген 18 көбейтілген 19 көбейтілген 20. Так, енді 5-тің факториал мен 5-тің факториал жойылады. Сосын 2 мен 3 пен 6 жойылады. Және 8 мен 16-ны қысқартамыз. Мұнда 2 қалады. 15-тің факториал мен 15-тің факториал кетеді. Сосын бізде 2 мен 2 кетеді. Так, 3 пен 18 кетеді. Ол жерде 6 қалды. 4 пен 5-тің көбейтіндісімен 20 кетсе, сонда бізде қалған жазсақ. Так, 7 и бөлінген ол бізде. Так, бізде қалды 17 көбейтілген 19. Мұнда қате жер қойыппын ғой мен. Мұнда 8-дің факториал емес, 18-дің факториал болады. Так, өшет тастайық. Так, сонда 18-дің факториал бөлінген 13-тің факториал көбейтілген 5-тің факториал және бөлінген 20-ның факториалы бөлінген 15-тің факториал көбейтілген 5-тің факториалы. Так, сонда 18-дің факториал бөлінген 13-тің факториал көбейтілген 5-тің факториал
көбейтілген бізде 15-тің факториал көбейтілген 5-тің факториал және бөлінген 20-ның факториалы. 5-тің факториалы мен 5-тің факториалы жойылып кетті. Енді қалған мұнда жазатын болсақ, так, 18-дің факториалы бөлінген 13-тің факториалы көбейтілген, мұнда жойылып кетіпті. Так, 13-тің факториалы көбейтілген 14 көбейтілген 15. И бөлінген бізде 18-дің факториал көбейтілген 19 көбейтілген 20. 18-дің факториалы мен 18-дің факториалы жойылып кетті. 13-тің факториалы мен 13-тің факториалы жойылып кетті. Сонда бізде қалатыны 5-ке қысқартатын болсақ 3, 4, тағы қысқаратын бар ма? Жоқ. Енді көбейтіп есептейтін болсақ 0,155 шығады екен. Жуықтап алған кезде. Ондай жауап бізде А жауабында тұр екен. Келесі 29-шы есеп. Жәшікте 8 деталь бар. Оның 6-ы боялған. Құрастырушы таңдамай 5 деталь алды. Алынған детальдардың ішінде 3-і боялған болу ықтималдылығы дейді. Тағы да жазып қояйық. Пи тең n бөлінген m. Енді жалпы жағдай бізде m тең. Жалпы бізде жәшікте 8 деталь бар екен. Яғни теориямен жазамыз. 8 детальдің ішінен жалпы 5 деталь алынды. Енді керек жағдай. Керек жағдай бізде. Енді мұнда қараймыз. Құрастырушы таңдамай 5 деталь алды. Алынған детальдің ішінде 3-і боялған болу ықтималдылығы. Яғни оның 3-і боялған болса, яғни оның 2-і боялмаған. Осы 2-і де шығу керек. Сонда бізде боялған бізде 6 деталь бар. Сол боялған 6 детальдің ішінен 3 тал боялған деталь шығу керек. Және көбейтілген бізде тағы бар ғой. 2 деталь боялмай шығу керек. Сондықтан көбейтеміз. Бізде боялмаған неше деталь бар? 2 деталь бар. Жалпы 2 деталь бар. Енді мына жерден шығуы тағы да 2 деталь. С 2-ден 2-ге көбейтеді екенбіз. Сонда апарып орнына қоятын болсақ, немесе бөлек-бөлек есептеп алсақ, 8-дің факториал бөлінген 5-тің факториал көбейтілген 3-тің факториал. 8-дің факториал бөлінген, қайттан жаз қойып мұнда. Так, 5-тің факториал көбейтілген 6, көбейтілген 7, көбейтілген 8. Бөлінген 5-тің факториал көбейтілген 2, көбейтілген 3. 5-тің факториал мен 5-тің факториал қысқарады. 6 мен және 2 мен 3 қысқарады. Сонда 7, 8, 56. Енді мынаны есептейтін болсақ, мынау негізінен бізде уже 1-ге тең болып кетеді. Сонда 6-ның факториалы бөлінген 3-тің факториал көбейтілген 3-тің факториалы. 3-тің факториалы көбейтілген 4, көбейтілген 5, көбейтілген 6. Бөлінген 3-тің факториалы көбейтілген 2, көбейтілген 3. Бір жазсақ та болады, жазбасақ та болады. 3-тің факториалы мен 3-тің факториалы қысқарады. Так, 6 мен 2 мен 2 көбейтілген 3-тің кетеді, жойылады. Сонда 4 көбейтілген 5 сол бізде 20-ға тең болады екен. Енді сонда жалпы орнына апарып қоямыз. 56. Ал керек жағдай бізде 20-ға тең екен. 20-ны 56-ға бөлеміз. Так, мұнда қысқартатын болсақ 2-ге 10 шығады, ал мұнда бізде 28 шығады. Так, оны тағы 2-ге қысқартатын болсақ 5 бөлінген 14 шығады екен. Ондай жауап бізде С жауабында тұр. Келесі 30-шы есеп. 3 мерген нысанаға бір-бірден оқ атқан. Бірінші мергеннің нысанаға дәл тигізу ықтималдығы 0,8, екіншісінікі 0,7, сосын 0,9. Онда ең болмағанда бір мергеннің атқан оғын нысанаға дәл тигізу ықтималдығын табыңыз дейді. Біз мұнда қарсы оқиғаны қолданамыз. Яғни ол үшін біз ешбір мерген нысанаға тигізбегенін анықтауымыз керек. Бірінші мерген Q1 деп алайық. Яғни оның тигізу ықтималдығы 0,8. Бізде ақиқат оқиға негізінен максимально 1-ге тең. Содан азайтамыз. Сонда бір азайтылған 0,8. Сонда бірінші мергеннің тигізбеу ықтималдығы 0,2-ге тең. Екінші мерген 1-ден азайтамыз 0,7-ні. Сонда екінші мергеннің тигізбеу ықтималдығы 0,3-ге тең. Соңғы үшінші мерген бізде 1-ден азайтамыз 0,9-ді. Үшінші мергеннің тигізбеу ықтималдығы бізде 0,1-ге тең екен.
Енді осы үшеуінің көбейтеміз. Сонда 0,2 көбейтілген 0,3 көбейтілген 0,1. Так, бұны есептейтін болсақ, так, бұны жасайық. 0,2 көбейтілген 0,3 көбейтілген 0,1. Яғни 0,6-ға тең болады екен. Яғни бұл бізде қарсы оқиға үш мергенінде тигізбеу ықтималдылығы 0,6-ға тең. Енді келесі пи тең. Бізде ақиқат оқиға бар. Ол 1-ге тең. Осыдан азайтамыз үшеуінің тигізбеу ықтималдылықтарының көбейтіндісін. Яғни 0,6. Сонда бізде жауап тең болады екен 0,994-ке. Ондай жауап бізде А жауабында тұр екен.